Баршаңызға сәлем. Пайдалы арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомызда өте ерекше тыңайтқыш жасайтын боламын. Осы гүлдерімізге үй жағдайында жасалынатын керемет тыңайтқыш. Ендеше сарымсақтан жасалынатын тыңайтқыш. Бұл тыңайтқышымыз тек доллар гүліне ғана емес, басқа да гүлдерге қолдансақ болады. Видеоны көрмес бұрын мені қолдап, каналыма тіркеліп кетсеңіздер керемет болар еді. Ендеше тыңайтқышымызды жасап бастайтын боламыз. Бізге керегі осындай сарымсақ. Сарымсақтың өздеріңізге қажетті бір бөлігі немесе екі бөлігін алсаңыздар болады. Осы сарымсақ әрбір үйден табылады. Осы сарымсақ өздерімізге пайда болғандай, гүлдерімізге де өте пайдалы. Осы сарымсағымыздың құрамында С дәрумені В6, В1, В5, В3, В9, сонымен бірге гүлдеріміз жақсы көретін кальций, калий, фосфор, магний, натрий, мырыш және темір бар. Осы дәрумендердің бәрі гүлдерімізге жеткілікті болып тұрса, гүлдеріміз жақсы өсіп, жан-жағынан отросткаларды жақсы шығаратын болады. Осы ашып алған сарымсағымызды блендердің көмегімен немесе ет тартқышпен өткізіп алсаңыздар болады. Сарымсақтағы дәрумендердің бәрі суымызға шығады. Осы сарымсақтан дайындалған тыңайтқышымызды орхидея гүліне де құйсаңыздар болады. Енді осы сусынымызды сүзгіштен сүзіп алатын боламын. Осы үйде блендер болмаған жағдайда сарымсағымызды банкаға салып, үстіне тұндырылған су құйып бір күнге қалдырып қолдансаңыздар болады. Мінекей сарымсағымыздың ұнтағын сүзгі арқылы сүзіп алдық. Сарымсақтан жасалынған тыңайтқышымызды кез келген гүлге қолдансақ болады. Гүлдерімізге дәрумендердің бәрін бере отырып, сонымен бірге зиянкестерден қорғайтын болады. Шыбын-шіркей гүлдерімізге жоламайды. Мінекей осы жасап алған тыңайтқышымыздың үстіне үй жағдайында тұндырылған суды толтырып құятын боламын. Осы тыңайтқышты жасағанда сарымсақтың бір бөлігін 1 литр суға пайдалансаңыздар болады. Енді осы тыңайтқышымызды әрі қарай нығайту үшін сульфат магний тыңайтқышынан араластыратын боламын. Осы тыңайтқышымыз гүлдеріміздің жапырағы сарғаюынан қорғайтын болады. Мінекей гүлдеріміздің жапырағы жап-жасыл болып өсетін болады. Кей кездерде гүлдердің жапырағы қайырылып қалады ғой. Сол қайырылып қалудың себебі сульфат магнийдің жетіспеуінен болады. Ендеше осы шай қасығымыздың ұшыменен осы тыңайтқышымызды араластыратын боламын. Осы тыңайтқышты құя отырып, гүлдеріңіз әдемі болып өсетін болады. Гүлдеріміздің әдемі болып өсу үшін бізге гүлдерімізді жарық жерге қоюымыз керек. Мен осы тыңайтқышымызды 3 дана сарымсақ салдым. Енді осы тыңайтқышымызды басқа ыдысқа жартысын құйып алатын боламын. Енді осы жартысының үстіне үй жағдайында тұндырылған суды құйып алатын боламын. Мендегі 3 сарымсақ болғаны үшін гүлдеріме күштілік етеді. Сондықтан жартысын ыдысқа құйып алдым. Осы тыңайтқышты жасап гүлдерімізге құйғанда бүгін 1 рет тыңайтқышты құйсақ, ертесіне екінші тыңайтқышты қолдануға болмайды. Мендегі әйел бақытгүлі осындай таяқшамен топырағы ызғар ма, құрғаған ба, осы таяқша арқылы
біліп отырамын. Гүлдерімізге тыңайтқышты айналдыра құйып отырамыз. Осы жасаған тыңайтқышыңызды барлық гүлдерімізге қолдансақ болады. Сонымен бірге барлық мезгілде қолдансақ болады. Тыңайтқышты гүлдерімізге бергенде айына бір рет беріп тұрсаңыздар, тез-тезден тыңайтқыш беретін болсаңыздар, гүлдеріңіз көтере алмай қалады. Осы гүлдеріңізге уақытында тыңайтқышты беріп отырсаңыздар, гүлдеріңіз осындай әдемі болып өсетін болады. Топырағы ауыр гүлдеріңізге тыңайтқышты үстіне құюға болмайды. Тамыр тез шіріп кетеді. Ал тарелкасы арқылы құйып отырсаңыздар, еш уақытта тамыры, картобы шірейді деп қорықпайсыздар. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнап жатса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.